Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қазақтың ұлттық тағамы бешбармақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бүгін мен қой етін асатын боламын. Қой етін және де жылқының қарнын алдым. Барлығын жақсылап жуып, суға салып, баяу отқа қойып қойдым. Содан соң қамырды илеп қоямыз. Ол қамырды илеу үшін бір суала қамырға бір жұмыртқа, бір кесе су, тұз және ұн қажет. Қамырды неғұрлым ерте илеп қойсаңыз, ол жайылуға оңай болады және де тегіс болып шығатын болады. Сондықтан да 2 сағаттай бұрын илеп қойған дұрыс жаюдан. Қамырды илеп, оның бетін жауып қойдым және де осы кезде сорпа қайнап, еттің көбіктері бетіне шыға бастады. Еттің көбіктерін жақсылап сүзіп алдым. Содан соң 5 минуттай қайнатып, екінші рет көбігін қайтадан сүзекіден сүзіп аламыз. Сонымен сорпамыз ары қарай қайнай береді. Егер де етіңіз тұздалған болса, сорпаға тұз салуға болмайды. Себебі сорпа ащы болып кетуі мүмкін. Сондықтан да бір қайнаған соң тұзын көріп, егер кем болса, сонда ғана тұзды салыңыз. Және де біз картоп, сәбізімізді бүтіндей саламыз және де пиязды турап саламыз. Содан соң тұздық жасауға кірісеміз. Тұздық жасау үшін пиязды турап, еттің бетіне қалқып шыққан майларды құйып аламыз және де оны баяу отқа қойып қайнатамыз. Еттерді жақсылап сүзіп аламыз. Содан соң сорпасын қайнатып, алдын ала жайып дайындап қойған қамырымызды сорпаға салып пісіріп аламыз. Ол үшін видеодағыдай қамырды кесіп, қайнап тұрған суға салып, оның 5 минут қайнатамыз және де піскеннен соң мұздай су құйып, біз қамырымызды сүзіп аламыз. Бетіне тұздықты құямыз және де еттерімізді жайғастырып саламыз және де біздің тамағымыз дайын болады. Үйдегілерге тарту ете береміз. Видео ұнаса, тіркеліп лайк басыңыз. Сіз де жасап көріңіз. Сізге ас болсын.